Біз далада түсіреміз деп ойлағанбыз. Айтпақшы біз гримеркадамыз, бізде акция бос емес. Бүгінгі біздің подкаст, бүгінгі біздің хомтау қалыптастыр қазір. Кішкене 1 минут. Туған досым дегенше. Көріп алайықшы. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің подкастқа қош келдіңіздер. Біздің подкасттың қонағы Құдайберген Бағдәулет. Жалпы бүгінгі біздің подкасттың тақырыбы пьесаның өнердегі өзектілігі. Не айтасыз бірінші? Сәлеметсіздер ме? Жалпы пьеса дегеніміз не? Пьеса дегеніміз сахналық қойылымға арналған драмалық шығарма. Сіздің сүйікті пьесаңыз қандай? Менің сүйікті пьесам Ви. Николай Гогольдің Виі. Оны Саламат Өтешевтің өңдеген, сол инсценировка санайды. Сол Ви спектаклінде сіз қандай роль ойнадыңыз? Мен Ерхан образын ойнадым. Ол жерде ол басты кейіпкер Айнаның ағасы. Осы пьесаның қоғамға берері не? Қандай бір пайдасы бар? Қоғам бұл пьеса арқылы не түсінеді, не ұғынады? Бұл пьеса арқылы көптеген нәрсе ұғынуға болады. Мысалы, имандылық жағынан да болсын, сосын қызғаныш іштегі. Мысалы, бір қызды ұнатып қалады екі жігіт, бірақ екеуі бір-бірімен дос. Қыз үшін бір-бірін өлтіреді. Енді бұл жерде қазіргі жағдайда да бар ғой ол нәрсе. Сол себептен қызғаныштың түбі бәрібір жақсылыққа апармайды. Пьесаны оқып, спектакльді көрулеріңізді сұраймын. Оны өздеріңіз алып аласыздар іштерінен. Неше түрлі дүниелер бар. Жалпы пьесаны қалай талдайсыздар және рольді қалай зерттейсіздер? Пьесаны талдау үшін бірінші біз пьесаны оқып алып, уақиға желісін жаттап аламыз. Одан кейін пьесаның алдыңғы өмірбаянын, алдыңғы уақиғаларын және де пьесадан кейінгі уақиғаларын зерттеп аламыз, труппа болып. Содан кейін рөл бөлінгеннен кейін әр актер өз образын жасау керек. Ол өзінің образының өмірбаянын жазады, пьесаның алдыңғы және де пьесадан кейінгі өзінің жаңағыдай сверхзадачасын қояды, сверхзадачасын қояды. Образ жасау үшін актердің еңбекқорлығы, ізденісі өте маңызды. Және де содан сыналады актер. Осыған дейін ең ауқымды рольдерді ойнаған Ви спектакльдегі роліңіз. Жалпы Ви спектаклі туралы айтсаңыз, және де роліңізді қалай зерттедіңіз? Труппа болып та өзіңізде жеке басыңызда қандай бір қызықты уақиғалар болды? Біз енді барлығымыз бірге жұмыс жасадық. Әркім өзінің образын жасап болғаннан кейін шамалы қиынға түсті. Бір-бірімізге деген көзқарасымыз, труппаның жұмысы жүрмей қалды біраз уақытқа шейін. Одан кейін эксперименттер жасап көрейік деп бастадым. Труппа қосыла кетті. Соның арқасында қиын және қызықты, қорқынышты эксперименттерге бардық. Ви туралы ол жындар туралы спектакль, оның берері өте көп. Көрген адамдар білет, бағасын беріп жатыр. Ал жалпы көруге шақырам. Ал біздің енді зерттегеніміз бойынша ізденісіміздің ең қиыны және қорқыныштысы, біз түнгі кешкі уақыттарда 8-7 шамасында қараңғы батқан кезде молаға барып, өз көзімізбен көріп біраз қызықтар болды. Және де ескі қалашықтарға, одан кейін қиранды үйлерге де бардық. Ол жерде қауесеттер айтылды, яғни ол қиранды үйлерде елес бар, жындар бар деп. Соларды шамалы болсын сезініп көру керек болды. Труппамен барып қайтқанымыз бар. Бізде ең бірінші эксперименттің бастауы жеңілінен бастадық. Ескі қалашыққа труппа болып барып, кешкі уақытта, қараңғы уақытта аралап қайттық. Ол енді шамалы қорқыныш сезілді, бірақ жеңіп кеттік оны оңай.
Екінші экспериментіміз шамалы қиындата түстік. Өзімізге кішкене қызықты, қорқынышты болсын деп, ізденісімізге жақсы материал болсын деп, молаға бардық. Моланың аурасы өте ауыр екен. Шыққаннан кейін сезілді. Ішке кірген кезде бір 5 минуттай өзіміз әрең ұстап, одан кейін кіргеннен кейін шамалы қорқынышымыз сейіліп, тарқап қалған секілді еді. Шыққаннан кейін аурасы сезілді. Қаланың кәдімгі жеңіл ауасы келді. Сол кезде барлығымыз кәдімгідей шаршап, терлеп шықтық. Енді соңғы ең қорқыныштысы қиранды үй болды. Красный дом деп аталады. Бардық кешке жақын. Барлығымыз бармыз. 3 бала, 3 қыз болып бардық. Енді қанша дегенмен жігітпіз ғой. Өзіміз бастап, 3 ғимарат бар екен қиранды. Үшеуінің бір қауіпсіздеуін, кішкене қашып кетуге де ыңғайлысын таптық. Соған кірмекші болып беттедік. Және де Нұрислам деген әріптесім, және де досым. Сол бірінші бастап кірді. Барлығымыз кіргеннен кейін бір 10%-на жетпей, аралап бітпей тоқтап қаламыз. Барлығымыз бір сызықтың бойында. Нұрислам деген ер жүректеу бір досым бар еді. Кәдімгі қорықпайтын, алға ұшып тұратын. Соның өзі тоқтап қалды. Барлығымыз бір сызықта тұрмыз. Бір кезде қыздар, анау не дейді? Түсінбедік біз. Қарап қалса ештеңе жоқ. Соның бәріміз бір сызықта тұрмыз. Ары қарай барайын десек беттемейміз. Кәдімгі бірдеңе ұстап тұрған сияқты барлығымыз. Нұрисламға қарап қайтамыз да деген. Сонымен бұрылып, өзімен өзі қайтып баратыр. Ол не істегенін өзі де білмей қалған секілді. Бұрылып қайттық. Сосын сыртқа шығып, бір-бірімізден сұраймыз, не көрдіңдер, не алдыңдар. Барлығымыз айтып жатырмыз енді, сол жерге келген кезде бірдеңе ұстады деп. Бір кәдімгідей тоқтап қалдық. Алға қарай аттап басамаймыз, артқа қарай кетейін десек, бір-бірімізге сеніп тұрмыз. Сонымен сыртқа шыққаннан кейін қыздар айтады, мен бір ақ денелі бір адамды көрдім дейді. Ақ денелі адам мен көрген жоқпын мысалы. Сосын бірдеңе көрінген шығар десем, жоқ. Труппаның ішіндегі 3 қыздың 2-еуіне көрінген, біздің балдардан арғынға көрінді. Тоқ етері. Ондай экспериментке бара бермеңіздер. Өздеріңізге қиын болады. Пьесаның және де спектакльдің қоғамға берер пайдасы бар ма? Бар болса, қандай пайдасы бар? Пьесаның, драматург жазған пьесаны көп адам оқи бермейді қазір. Оқырманды аз. Сол себептен спектакль көргісі келеді көбісі. Спектакль ол пьесаның қойылымға айналған түрі. Спектакль көру арқылы адамдар пьесаны қызығып, соны оқи бастайды. Ал спектакль, театр көбейген жағдайда түрмелер азаяды деген Еркебұлан Дайыров ағамыздың сөзі бар еді. Соны айтсам жарасып кетер екен осы жерге. Тағы да оққан пьесаларыңыз бар ма? Пьесалар енді бастап жатырмыз, Құдай қаласа. Оққаным сол әлемдік классиканың, Уильям Шекспирдің Король Лирі, Отелло, тағы да басқалары. Соңғы сұрақ. Осы пьесадан сіз жалпы актер адам күнделікті дамып отыру керек қой. Бірінші курстан қарағанда, екінші курста қандай бір опыт ала алдыңыз? Сіздің бойыңызда қандай бір қасиеттер пайда болды бұрын-соңды бірінші курста болмаған? Осы Ви пьесасын зерттеу арқылы, осы Ви спектаклін қою арқылы жалпы актер ретінде өзіңізге не ала алдыңыз? Енді Ви спектаклінен өте көп нәрсе алдық. Біразымыз жындарды зерттеу арқылы өзіміздің қорқынышымызды жеңдік, және де топпен жұмыс жақсара түсті. Бір-бірімізге деген сенім нығая түсті. Өзімнің жеке шығармашылық жағынан дамығаным болса, ол физиологиялық тұрғыда да, сосын адамның философиялық тұрғыда да кішкене сындық. Өйткені біз зерттеп көрмеген
кәдімгі көзімізге көрінбейтін жынды ойнау біз үшін өте қиынға түсті. Сол себептен оны зерттеудің өзі неше түрлі қорқынышты тудырды, және де біз оны жеңдік. Бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Назар салып көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше.